Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Топстарс 4-ші сынып 82 және 83-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Places around us тақырыбы. Exercise number 1, жаңа сөздер оқып аударайық. House үй, bookshop, кітап дүкені, bakers, наубайхана, яғни нан сататын дүкен. Theater, театр. Supermarket, Bus stop, аялдама. Take the bus, автобусқа отыру. Ендеше екінші жаттығуды берілген мәтінді оқып аударайық. My neighborhood. Менің ауданым деген тақырып, менің тұратын ауданым. My name is Janel and I live in Atrau in Kazakhstan. Менің атым Жанел, мен Қазақстанда Атырау қаласында тұрамын дейді. My house is between a restaurant and a bookshop. Менің үйім мейрамхана мен кітап дүкенінің арасында дейді. There is a supermarket behind my house. Менің үйімнің артында супермаркет тұр дейді. Супермаркет бар дейді. My best friend's house is next to the supermarket. Менің сүйікті досымның үйі супермаркеттің жанында дейді. In front of my house there is a bus stop, so I can take the bus to school or ride my bike. Менің үйімнің алдында автобус аялдамасы бар дейді, және мен мектепке автобуспен барамын немесе велосипедпен барамын дейді. I go to primary school and I'm in year 4. There is a baker's and a theater opposite my school. I love my neighborhood. Мен бастауыш мектепте 4-ші сыныпта оқимын дейді. Және де менің мектебіме қарама-қарсы театр және де наубайхана бар дейді. Мен өзімнің ауданымды жақсы көремін дейді. Exercise number 3. 3-ші жаттығуды орындайық. Осы 2-ші жаттығуға қатысты, егер сөйлем дұрыс болса, дұрыс белгісін қоямыз. Қате болса, яғни X белгісін қоямыз. Екінші сөйлемнен бастаймыз. A supermarket is in front of her house. Дұрыс емес, себебі супермаркет оның үйінің алдында орналаспаған, артында орналасқан. Сол үшін де дұрыс емес деп белгі қоямыз. Үшінші, her best friend's house is next to the supermarket. Оның досының үйі супермаркеттің жанында дейді. Дұрыс. Төртінші, there is a theater opposite her school. Ол жерде мектепке қарама-қарсы театр бар дейді. Дұрыс. Мектебіне қарама-қарсы орналасқан театр және наубайхана бар еді. Ал 4-ші жаттығуда мына сөздерге, фразаларға қарап, сөздіктен оның мағынасын табыңыздар деген. Бірінші сөз бізде primary school. Primary school ол бізде бастауыш мектеп деген. Деп аударылады. Love деген махаббат, яғни жақсы көру деген. Neighborhood ол бізде аудан. Келесі 83-ші бетке көшейік. Prepositions of place деп тұр. Яғни бұл жерде заттың қай жерде орналасқанын көрсететін, айтатын сөздер. Мысалға, on үстінде, under астында, in ішінде, in front of алдында, behind артында, between арасында, next to жанында, opposite қарама-қарсы деген сөздер. Жаңа мәтінде кездескен сөздер. Ендеше 5-ші жаттығуды орындайық. Look, read and take the correct sentence. Яғни дұрыс сөйлемді дұрыс деп қойып жазып кетеміз. Бұл жерде prepositionстер дұрыс қойылған ба қараймыз. Екіншісінен бастайық. The bookshop is opposite theater. Яғни кітап дүкені бізде театрға қарама-қарсы орналасқан дейді. Суретке қарайық, дұрыс па? Дұрыс емес әрине, себебі ол жерде букшопқа қарама-қарсы bakers, яғни наубайхана орналасқан театр емес. Үшінші, the books are next to the pencil case. Кітаптар, яғни pencil case деген бізде пеналдың жанында орналасқан дейді. Дұрыс әрине. Төртінші, the cat is behind the bag. Мысық сөмкенің артында тұр дейді. Қате, себебі ол үстінде тұр. The cat is on the bag деп айтамыз бұл жерде. Келесі 6-шы жаттығу, бұл жерде speaking task, ауызша тапсырма. Play, яғни ойна деп тұр. Мысалына бала айтып тұр. The school is next to the baker's дейді. Мектептің жанында наубайхана. Ол қай суретте? Бұл қыз тауып тұр. It's picture B.
ол сол сияқты сіз сөйлем құрайсыз, айтасыз, және ол келесі екінші адам ол қай сурет екенін айтады. It's picture A немесе it's picture B деген сияқты. Бір-екі мысал келтіріп жазып кетейін сіздерге, соны сіздер ауызша сыныпта бір-біріңізге айтып жасырып қойсаңыздар болады. The supermarket is opposite the theater. It's picture A, яғни ол A суретінде орналасқан. Ендеше оқушылар 7-ші жаттығу осы 6-шы жаттығудың жазбаша түрі. Бұл жерде бір суретті таңдап, соған сөйлем құрап жазыңыздар деген мысал келтіріп кеткен. The restaurant is next to the bookshop. Мейрамхана bookshop, яғни кітап дүкенінің жанында орналасқан. Және тағы да басқа сөйлемдер сіздерге жазып көрсетіп кетейін.